Мен бұл шатқалға келгенде небәрі 7 жаста едім. Сабақ бітіп, жазғы каникул басылғанда әкем мені өзімен бірге алып кететін. Ол кісі осы маңның таутасын, ой шұқырын жатқа білді. Шатқалдарды күзететін. Қу мекенді кімнен күзетеді деп ойлайтын шығарсыз. Қателесесіз. Қазір табиғатта адамдардан қорғау керек. Әкем бұрынғының адамдары жайлы көп әңгімелейтін. Білмеймін. Бұрынғы адамдар бізге қарағанда жақсы көрінетін. Сертке берік, сөзге тоқтайтын секілді ме? Ал қазірше? Менің ойымша, қазірде жақсы адамдар бар. Бірақ олардың сөзі көп жерде естілмей жатады. Міне, мен қазір 34-ке келдім. Түрлі адамдарды көремін, түрлі оқиғаның куәсі боламын. Көп нәрсе ішіме сыймайды, айтып бергім келеді. Ал шатқал сол баяғы, үнсіз қалпында жатыр. Лақтырмасай мусор. Сен сияқты оңбағандар табиғаттың бәрін ластап бітіретін болды жүр. Не күлесің, өтірік па не? Алдында ол көлсайдың бәрін өртеп кеткен. Қойындаршы көлсай деп болдыңдар ғой. Әтеге өртеген жоқ му? Бәріміз мас болдық, ішістік. Өртенді енді. Қазақтың жері кең, ничо, орнына келеді. Саған ше? Орманшы болу керек қой. Неге? Түрі орманшыға ұқсайды. Действительно орманшыға ұқсайды. Орманшы болу керек. Алып, ағаштармен сөйлесіп қояндар қол қосып. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Не болды бауыр мен түгі? Қайда барасыңдар? Сұрағың бір түрлі сен. Мына жол қайда барады? Шатқалға? Сонда барамыз. Енді, мына шлагбаумды сыйламайсыңдар мен? Не? Ендігі жол сыйлап жүргенсің, брат. Ал, Енді ол жол алайын. жой бере. Не, ақшасын төлеп кіру керек қой? Қаншадан? Адам басына 712 теңге. Мұнау Ал тонау ғой. көлікпен шатқалға түсетін болсаң 600 теңге. Неге 713 емес? Бастық атырмашы. Мынау ауадан ақша жасап тұрсың ғой сен бауырым. Менің қалтама түсіп жатыр ма мен? Тон бірдеңе шын. Қалай бастық атырмаш? Кім қалтасына түседі енді? Өкіметке? Қандай өкімет? Артқа жүрші, мына жақта камера тұр. Артқа жүрші. Бастық Том, Том, жарайды. Көш, жүре саш артқа. Жүре саш. Артқа жүрші енді. Жұмысы. Бол. Ақшасын төлейсіңдер. Бере саш мына. Алсал квитанция керек емес. Болмайды, заң түрде квитанцияны толтыру керек. Техника безопасностьқа қол қою керек. Алсаңшы беріп тұрғанда. Керек емес, заң түрде біз алмаймыз оны. Бере саш. Төлейміз. Қандай заң? Қаншадансыңдар? Үшеу ғой, Қазір сдачасына керем бе? Мара, коллегаңмен дұрыстап сөйлеспейсің бе? Мына жерге кім қол еді? Мара, таңбаң бассыш. Бас бармағың басылса, Мара. Техникалық қауіпсіздік қой ма? Қол қойсаш, сен ма? Мара, саған мынау қасындағы коллегаң сияқты киім алу керек. Мен үш адам. Не дейсің? Коллегаң сияқты киім. Жабел. Жол басын. Рахмет. Айға жүндіре. Мынау ана ұмыт кетті ғой мынау деген. Ач киің! О, мынау.
ане тік мына. Кәм, түс шал. Ой, жүріп кетеді мына жерден. Түсе алмайсың деймін, мара. Қадалып қаласың мына жерден. Джиптар әрең түсіп. Йо, Керемет екен. супер. Мына жер гүл ғой, жігіттер, гүл. Мара, бұл гүл емес, тас. Бұл енді басқаша көріп тұр ғой. Жарай, жігіттер, былай істейік. Мәшінен осыны тастайық та жаяу түсіп кете берейік. Жаяу түскеніз? 700 теңге төледік қой жаңа көлікке. Түсе берейік машинамен. Қалай түсесің? Сен машинаң болса көрер едің. Ой, сенде. Ас деді. Жарайды, былай істейік сонда. Машинаны алысырақ апарып қояйық. Мына жерде адамдар көп жүреді. Жүрмейді, бүгін понедельник, ешкім келмейді бұяққа. Тұра берсін машина. Келеді, қайдан білесің, кеп қалатын шығар. Одан да алысқа апарып тастайық, сосын жаяу түсеміз. Бірдеңесін сындырып кетеді, Мара. Жүріңдер апарып тастайық, жүр. Ой, Мара. сендерді. Жаман машинелеріңе жылап. Мара. Сонша машинамен келген жаяу жүреміз бар қарай. Енді жаяу жүру үшін келдік қой, таза ауа жұту үшін, демалу үшін. Болды үшін, болды. Қача ары қарай жаяу барамыз ғой. Болды ары қарай, жаяу барамыз, жүріңдер, түсіңдер. Жаба салайсың. Андағы бәріңді алмай қойшы. Неге қазір инстаграмға сурет түсеміз? Қойшы, селфи деген бар еді. Жұрттарың суға батып, біреуің жарда болған, өліп атқан адам. Мара, қойшы. Сен айтпай қойшы, күніне 5 сурет саласың ғой, как минимум. Я сегодня уже ужинаю своей. Мына жерге. Ана фонға бір әдем түсіріп ғой. Қарын тартып тұрайықшы. Кеттік. Қарай, табиғат тема шықты. Керемет. Ол шатқалдарға 12 миллион жыл болыпты дейді ғой. Қанша? 12 миллион. Ой, қате ғой 12 деген. Кішкене түсейші. Қанша бересің? Өзің қанша бересің деп па? Білмеймін әйтеуір. Интернетте солай жазылған ғой енді. Қайдан білейін. Сосын Америкадағы каньон мен, үлкен каньон мен. Бізде ғана осы каньон. Дүние жүзі бойынша солай ғана екен. Ой, жоғалды албаса ол. Енді. Біраз жерде бар Европаның, біраз мемлекет. Қайда? Сен өзің барып көріп пе едің не? Мен интернеттен көрген ғой. Білмеймін әйтеуір Америкадағы каньон мен мынау біздің каньон осы шатқал. Тура жер шарында осылай тұр дейді ғой, біреу үстінде, біреу астында. Ой, қой. Не может быть? Қалай? Енді оларда бізде де северный полушарияда тұрмыз ғой. Мүмкін емес қой ол. Бірден Ол научно доказано. Ғалымдар дәлелдеп шыққан. Әне? 75 жыл кеткен дәлелдеуге. қалай дәлелдеген? Осы жерден басталған ғой бір 10 жасар бала. Қозыларын бағып жүрген. Қараса бір үңгір тұрған. И үңгірге кірсе ол оған дейін қазылған екен да. Үңгір ма? Ол соны қазып бастайды. 75 жыл өткенде Америкадағы Гранд Каньонның ортасынан бір-ақ шығады. Семьясымен бірге шығады. Бір өзі кіріп кетіп мазақтайды. 3 баласы бар. Білмеймін әйтеуір. Немересі бар. Әйтеуір Гранд Каньонда адамдар көп өледі дейді ғой. Ол жақтың шатқалдарында қалай өледі сонда? Кім қалай өледі? Айттың ғой жаңа сен адам өледі деп. Не айтқан жоқпын ғой. Арсен айтты ғой. Енді шаян, жылан бір нәрсе чағып алады, болмаса басына тас құлап өледі. Себеп көп қой. Біздің енді біраз адам кеткен шығар. Білмеймін, ондайды оққан жоқпын. Неге өлмейді екен, Жүріңдер, мына жақтан кетейік. Былай қарай жүрейік болды. Мына жақтан әдем жерлерден. Былай бара берейікші, жүресің бе? Былай нормально деймін. Жүресің бе? Былай мынамен шығайықшы, мынамен шығамыз. Онда мен былай кеттім. Ой, сенде. Болды ондай, жүр. Арсен екеуміз былай жүре береміз. Мейлі. Адасып кетпе. Том, А? абайла.
Сәлем, достар. Мен шардың шатқалдарында жүрмін. Болсаңшы, Том, тез кішкене. Келе жатырмын ғой. Қалай тез жетіп аласыңдар? Енді айттық қой жаңа саған міне атпен шығайық деп. Өзің былай кетіп қалдың ғой. Ол жақта қасқыр бола ма екен, иә? Кім білет болса болады шығар. Қыста болады ғой енді. Қырдан бекті ғой шығамыз. Кім болса да болады. Екі жас кіші болса да бола береді деген сияқты. Қалай шаршадың ба, Том? Су іш. Берші. Қойшы өзі азық алып өзім үшін. Берші. Өздеріңізге алып кетіп қалдыңдар ма? Таптың ба жақсы жерлер түсетін? Иә, біраз бар. Не істейміз, қайтамыз ба? Иә, ана жерге сүртке түсейік та. Қай жер? Анау фонға. Қой, ана тұқ қой. 500 лайк жинаймыз жүріңдер. Жүр. Лайк өміріңнен қымбат болды ғой сен. Қойшы. Қойшы, осы сен. Папам қой ана ерей. Қайтпайды екен. Арсен. Сен барсаң бар. Бармаймын я. Қоймайды бәрібір, Мара, жүрші кеттік. Бар, білейік, жүр. Қоймадыңдар ғой. Мына жер ма? Иә, басың айналып кетеді деген қарсы. Мына жер кәдімгідей құз ғой мынау, терең ғой. Ойбай, келіңдер. Мен аяқ басын. Кел, Мара. Ештеңе жоқ. Жаңадан бері мен осыны жүре түсіп жүрмін. Зато зыңдай кадр болады. Кел. Кел. Кадр құрсын. Бері көрінбей тұр, тұр. Бері тұршы, кіші аяғың тайып кетеді просто.
Мара. Мара. Том. Белім. Том. Белім. Не болды? Белім. Белім. Тұршы. Тұр орнына. Белім. Белім. Белім ауырып жатыр. Белім сынды. Мара. 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 Газ келеді. Мара. Мара. Том. Мара. Мара. Сен қос. Қосылып тоқта. Свет жоқ. Том. Свет ұстамайды. Кім бар? Газ келеді. Келеді. Мара. Мараға су беру керек. Мара. 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 Есің жи. Том. Том, не болды? Том. Жабылдың ба? Күн суық. Жазда да осындай суық болады екен ғой. Мара, сенші. Мара. Мара, неге сөйлемейді? Демалып жатырмын. Иә. Сен қолыңа не болды? Иығымнан төмен түк сезбейді. Сынған ғой деймін. Екі аяғым сезбеймін. Бізді ешкім іздеп таппайтын сияқты ғой, иә.
сонда өміріміз осылай біте ме? Өз өмірім басқаша елестетуші. Жақындарда ешкім іздеп таппайтын сияқты. 3 күннен кейін іздей бастайды ғой. Тапқанмен де ештеңе өзгермейді. Ұнатым кімге керек? Бізде ешкім құтқармайды. Том. Ана. Үңгірдегі 3 жігіттің оқиғасы туралы білуші ана 3 жігіт қамалып қалатын. Жоқ. Соңында оларға Алла көмектесіп аман есен шығады ғой. Бізге неге Алла көмектеспейді? Біз де қоршаудамыз ғой. Өйткені олар Алла үшін жақсылық жасаған жігіттер болады. Алла оларға бұрынғы жасаған жақсылықтар үшін көмектеседі. Ал біз не істедік? Мен не істедім? Мен Алла үшін қандай жақсылық жасадым? Алло, Макс. Келсеңші тезірек, қайда жүрсің сен? Иә, Сакошқа PlayStation алуымыз керек. Көрдік бағаларын. 200 мың. 200 мың дейді. Иә, сәл қымбаттау болып тұр. Сен осы магазинде таныстарым істейді демеп пе едің? Скидка жасай ма? Келсеңші онда, күтеміз. Біз мына Көктөбенің мешіттің жанындамыз. Жарай, жақсы. Тезірек кел. Келет қас. Арнұр, мен саған айтамын ғой, осындай дауыл нәрседен қаш. Қайтесің оның бәрін? Одан да маңызды нәрселер бар, мысалы. Енді бала емессің, бала шағаң бар, ата-анаң бар. Соларға көңіл бөлу керек қой. Өткенде, мысалы, маман хабарласып отыр да маған, енді ұят нәрсе енді. Сен үшін ұялдым да. Сен қазір қанша адамдарға жақсылық жасасаң да, 5 дейінге керек емес тұр Алланың алдында. Ата-ананың разылығын алмағанша. Өйткені ата-ананың разылығы Алланың разылығы да. Мысалы, Құранда аят бар. Аллаға серік қоспаңдар, ата-аналарыңа қарсы келмеңдер, оларға тіпті туф деп айтпаңдар дейді. Мен сенің жасағаның енді ұят нәрсе да. Оларды мархаметтеріңе, құшақтарыңа жайындар да, құшақтарың алдындар да. Я Раббым, бала кезімізден тәрбиелеп өсірген үшін Аллахтың кешірімен, мейірімен ала көрші ата-ананы деп амандасыңдар дейді. Мысалы, күніне 1 рет емес, мысалы, аптасында сен хотя бы 1 рет хабарласасың ба ата-анаңа? Ұятты. Сен ата-анаңа соңғы рет қашан сыйлық жасадың, айтшы маған? Жасадың ба? Түріңнен көріп жасаған жоқсың да.
мешітке келесің, Алла разы болсын, көмектесесің, Алла разы болсын. Бірақ соның барлығы ата-анаңа жақсылық жасамай, ол қабыл емес. Ертең жоқ болады олар. Өкінесің ғой. Қасыңда жүргенше соларға қызмет жасап кету керек та. Сол сен қазір қанша қызмет жасасаң ата-анаңа, ертең сенің ана кішкентай балапаның, кішкентай балаң сенің көргеніңді жасайды да. А сен қазір тіпті хабарласпайды кетеді екенсің да. Түсіндің бе? Вот. Әке. Әке. Не істейміз? Балам, маған бір жақсы ой келді. Ой, бүгінгі көжем күндегіден де дәмді болды. Апаңның көжесін сағындың ба? Иә. Ой, жандарым менің. Алтындарым сол. Қазір. Мехачан. Рахмет. Бала кезімізде жиі жасаушы едіңіз. Алтыным менің. Қалдерің жақсы ма, жан? Жақсы. Өте дәмді болыпты. Қалай жұмыстың бәрі орынша ма? Бәрі жақсы. Дұрыс па бәрі? Бәрі жақсы. Жанымыз. Мам, Ау. біздің сіздерге арналған сыйлығымыз бар. Қандай? Мынау Карловы Вары деген жерге 2 путевка. Әкем екеумізге. Саған. Барып демалып келесіздер. Карлова Вары дейсің ба? Ойбай, мына удай қымбат қой, масқара ғой. Қымбат ештеңесі жоқ ма? Ой, баламай, бекер әуре болдың. Өзің семьяң бар. Апа, барсаңызшы. Дұрыс айтады. Ал енді бұны біз тіл білмейміз. Бұныған қалай барамыз? Ол жағынан уайымдамаңыз, мам. Өзім апарып алып келем. Мен әкеме, келініңіз сізге қызмет етеді. Жұмысын қайда қалады? Мам, әкем айтпақшы, жұмыс деген өлгенде ғана бітеді. Сол үшін жұмыс күте тұрады. Ең маңыздысы ол сіздерсіздер. Ой, әкең екі езі құлағына жетіп бір қонатын болды ғой.
Так. В общем, Сәке, сол жаңағы айтқандай ғой. Бір айдан жеткізіп беремін ақшаң, жарай ма? Бір ай күтесің енді. Марат, біз олай келіскен жоқпыз ғой. Бір айың не? Мен ауылға кетуім керек, балаларға киім алуым керек. Сәке, не болды соған сонша? Айттым ғой мен саған, бір айдан кейін беремін ақшаңды, қайтарамын, түсіндің ба? Ақша жоқ просто менде конкретно қазір. Көк тиын жоқ қалтада. Ақша бар ма, жоқ па, енді ол сенің проблемаң ғой. Еткен еңбегім жемесе. Қойшы. Басты қатырмаш, қаяқтағы еткен еңбек. Қабырғаның бәрі қисық, абойың дұрыс жабыстырылмаған. Как будто бірдеңкені тындырған сияқты сөйлемеңдерші осы. Абойлар дұрыс жабыспа, сонда мен оны жырып тастайын. Сапар, сен айтқан сөз түсінбейсің ба не? Әлде сенімен басқаша сөйлесу керек па? Надо будет бермеймін ақшаң, түсіндің ба? Бірден істей аласың ба маған? Ақшаңмен қоса кетшей. Қысақсын жеу қазіргі кезде бұл өте үлкен проблема деп айтсақ болады. Адамдардың өзара бір-бірін алдап, шын мәнінде кейбір құрылыс нысандарында, күзет мекемелерінде болсын, өзінің маңдай тер нәпақасын ала алмай жылап жүрген адамдарды біз көптеп кездестіреміз. Осы орайда пайғамбарымыз не деді? Саллаллаху алейхи уассалям, қысақсын оның тері құрғамай тұрғанда беріңіздер дейді. Бұл деген сөз пайғамбарымыз айтып отыр. Сіз құлдың еңбек ақысын біреуге еңбек етіп жұмыс істеткізгеннен кейін сіз оның ақысын дер кезінде беру керектігін білдіреді. Бұл жерде қараңыздар, адам мен Алланың арасындағы жағдай. Ол Алла Субхану тағаланың ұлылығы, мейірімділігіне қатысты. Алла тағала мейірімді, рахымды. Ол қаласа құлын кешіреді, қаласа азаптайды. Бірақ сіздің бұл жердегі мәселе адам мен адамның арасындағы жағдай. Егер адам мен адам өзара бір-бірімен ризашылықпен келіспейтін болса, Алла тағала оның күнәсін кешірмеймін деген. Слово абонента выключен или находится вне зоны действия сети. Вы можете оставить голосовое сообщение после сигнала. Брат, Сапар деген жігіт танисың ба? Сапар. Егер адам мен адам өзара бір-бірімен ризашылықпен келіспейтін болса, Алла тағала оның күнәсін кешірмеймін деген. Көке, осы бір әлгі өткенде жылқы сатам деп жатыр едіңіз. Ана баланы оққа сүрем деп, соң кішкене қысылып атыр ем, ақша керек болды. Сол алатын адам бар ма жиын? Соны мене қалсам, көке. Бірақ енді бір өтініш, осында сізде жүре берсе, жайла берсе. Жүре берсін. Жылқы деген өзінің аяғымен жайлатын мал ғой. Өз жерде жүре берсін. Өседі, көбейеді. Рахмет онда, көке. Сапар аға, мен сізді біраз уақыт іздедім. Шыны керек, осы питаққа қаншама рет келдім, таба алмадым аға. Не болып қалды? Мен немін іздеп жүрсің? Не, тағыдан үйіңі жөндетіп алып, ақшасын бермей қуып жіберейін деп жүрсің ба не? Жоқ аға, как раз соны берейін деп келдім мен. Жүріңізші. Үйінді қайтарсың, қайтармайсың мен. Жоқ аға, оны қайтару үшін бір жерге бару керек. Срочно барамыз да келеміз аға. Ақшаңызды қайтарамын. Жүріңізші, өтініш. Бәленбай уақыт өтіп кеткеннен кейін, менің басымды қатырмашы, уақытым жоқ. Ақшаңмен қоса. Аға, ертең ол менің басыма қарыз болып кетеді. Аға, жүріңізші, өтініш. Енді Сапар аға жүрсеңші. Сәке. Сен мен қайдап келдің? Сапар аға, қарызды жылқымен қайтарсам қалай болады? Жылқы? Қарызды қайтарғым келген екен, келісім бойынша беру керекші? Жоқ, келісім бар аға. Мен сізге 600 мың қарыз едім ғой. Сол 600 мыңға сіз таппағаннан кейін мына жерден 3 бие сатып алғам. Сол міне қазір 6 жылқы болды. Егер алып кетем десеңіз, қазір алып кетсеңіз болады. Жоқ, осы жерде өссін десеңіз, оны тағы өзіңіз білесіз. Солай аға. Ассалаумағалейкум нағашы.
Уағалейкумассалам, жиен. Қалыңыз қалай? Берекет. Жылқылардың иесін алып келдім. Қош келіпсіңдер. Сапар аға жүрсеңізші енді. Жылқыларыңызбен таныспайсыз ба? Центр. 21-ге жауап бер. Центр принял. 7-ші айналымда бір мәшіне тұр. 2 күн бұрын келген, адамдары жоқ. Принял, хоть жасадың ба? Түгел жасап шықтым, бірақ адамдарды байқамадым, таппадым. Енді? Көмекке адам жібересіздер ма? Хорошо. Принял. Тимур Макенович, шақырдыңыз ба? Иә, отыр. Креслоға отырсыншы. Қалайсың? Стажировка қалай болып жатыр? Жақсы аға, рахмет. Кеше саған звондадым ғой. Телефон неге өшірулі? Жоқ, мен өшірген жоқпын. Сіз қай кезде звондадыңыз? Мен саған кеше айттым ғой, түнде звондаймын деп. Аға, мен мамам ауырып жатыр. Телефонға қарауға шамам болған жоқ. Сен өз шаруаларыңды мынау жұмысқа араластырмасаңшы. Не болды? Кішкентай қыздар ұқсап, мама, папа деп. Әлде папаң артынан аңдып жүрме? Папам қайтыс болған. Тем более. Гүлсанат, мен сені бүгін алып кетем. Тауға барамыз. Сен өзің керек заттарыңды алып ал. Ертең жұмысқа бірден сол жақтан келеміз. Аға, мен мамам ауырып жатыр, ешқайда шыға алмаймын. Саған өзі мына жұмыс керек пе, жоқ па? Керек пе, жоқ па? Керек. Онда соткан қосулы болсын. Жарай ма? Келем? Алып кетем. Жақсы.
Маған қарайлама жаным. Жұмысыңа бара бер. Жұмыс деген осы. Өзің отчетым деп отырсың. Қыздарың көмектес деген екен. Барып қайт, маған қарайлама. Мам, егер сіз барма десеңіз, мен бармай қояйын. Жоқ, жұмыстан қалма. Өзің стажировкада жүрсің. Ертең жұмыс қалмай қойып жүрер. Мен қазір жатам ғой. Бара қой қызым, бар. Санат, мамаң ауырып жатыр ма? Иә, зобы бар. Емделу керек. Сен мені кешір. Сәл болмағанда үлкен жамандық жасайын деп қалдым. Сенен бұндай ұсынысқа ешқашан келіспе. Үйіңе бар. Гүлсанат, тоқта. Гүлсанат. Сен мынаны ал. Мамаңа дәрі алып бересің. Гүлсанат, ойындама. Сен стажировкаң біткен соң жұмысқа қабылданасың. Саған енді ешкім тиіспейді. Кешір. Hey! Тірісіңдер ма? Ей! Тоқ, Мара! Бізді құтқар! Егір жігіт қоны. Мына жерге қайтып кеп бағасыңдар, тауышқа ұқсап. Кет қалма. Қайда кетем? Тез! Қалай бардыңдар анда жерге?
сәл шыдаңдар енді. Келеді көмекшілер. Көмектеседі қазір құтқарушылар. Әкем айтушы еді, адам әлсіз, ал табиғат күшті деп. Себебі біз қанша күшенсек те жерді тесе алмаймыз. Тауларға жете алмайды екенбіз. Расында адамдар көп менсейді. Көп нәрсені ойламайтын қаперсіз. Біліп тұрып жасайтын әлсіз. Тек кейде Алла тағала бізді сынап, тәубемізге түсіріп тұратыны бар. Ондай жандар қайта бақыттырақ шығар. Қараусыз, жүгенсіз кеткеннен жаман не бар екен? Бұл да әкемнің айтатын сөздері. Адамдарға қолынан келсе жақсылық қыл. Одан жаман болмайсың. Түбі бір жақсылығы тиеді. Адамнан қайтпаса да Алладан қайтады деп отыратын жарықтық. Әкемді сағынды.